Европалық футбол басқармасы УЕФА сейсенбі күні жариялаған өткір мәлімдемесінде ФИФАның әлем чемпионатындағы үлестерді жеке инвесторларға сату жөніндегі ұсынылған жоспарын қатты сынға алды. ФИФА өзінің әлемге әйгілі турнирлерін басқару үшін FIFA Forward Enterprise деп аталатын компания құру жоспарын ұсынды. Бұл фирма турнирлерді өткізу үшін мұқият таңдалған инвесторлардан қаражат тартады. Жоспар аясында FIFA биыл әртүрлі құрылымдардан 4,2 миллиард долларға дейін қаржы жинамақ. Олардың қатарында ақш президенті Дональд Трамптың күйеу баласы Джареттің бауыры Джошуа Кушнер негізін қалаған Strive Internal фирмасы да бар. FIFA өз жоспарларының нәтижесінде біртіндеп 20 миллиард доллар шамасында қаражат жинайтынын, ол ақша 211 ұлттық федерация мүшелері арасында футболды дамыту бағдарламаларын қаржыландыруға жұмсалатынын айтады. УЕФА бұл турнирді жекешелендіру жоспары көптеген шектерден шығып кететінін атап өтіп, футболдың FIFA-ның сататын мүлкі емес екенін және әсіресе қаржылай кімнің пайда көретіні туралы ешқандай ашықтық болмаған жағдайда спорттың саудаланатын актив емес екенін баса айтты. Бұл FIFA президенті Джанни Инфантионың өзінің даулы 11 жылдық президенттік мерзімінде жеке демеушілермен көп миллиардтық мәміле жасауға тырысқан екінші әрекеті. 2018 жылы FIFA басшысы Сауд Арабиясының инвестициясымен қолдау тапқан жапондық SoftBank компаниясымен 12 жылға арналған 25 миллиард долларлық құпия ұсыныс жасап, FIFA атымен өтетін жаңа жаһандық турнирлер құрмақ болған еді. Алайда ол жоспар УЕФА тарапынан болған қатты қарсылықтан кейін іске аспай қалды. Ол шара жақын арада белгіленетін күнде FIFA құрамындағы барлық 211 футбол қауымдастығына дауысқа салынады. Инфантино ұсыныс қабылданса, федерациялардың үлесін 2027-2030 жылдары 8 миллионнан 20 миллион долларға дейін, тіпті кейінгі әлем чемпионаты циклдарында одан да жоғары деңгейге өсіруді ұсынып отыр.